Орталық түгілі көрші қойшы ауылдардың өзіне артық аяқ бастырмайтын көп сөйлеген еместі. Сол күні қандай тілен түрткеніне жақан көпке дейін түсіне алмайды. Ей, жақан! Қай жағдайың қалай? Жақсы. Онда ана үкімет чайхатқа бүгін Теңбілкөкті апарып бір. Мен бөгөке? Сен. Теңбілкөкті ме? Болды қазір. Салбарын дұрыстап, дүкенге апарып. Асықпа. Әуел шайыңды ішіп ал. Жақсы. Оппа! Теңбілкөк. Теңбілкөк. Білесіздер ме? Басқарма мақтаулатына өзінен басқа ешкімді жолатпайды. Анда-санда көксірел емес, көлденең көзге түспей, қайын жұртына барып қайтатыны болмаса? Не де болса, екеуінен басқа, мына Теңбілкөкке тақымын қысып отқан, мына мен. Не де болса, Теңбілкөкке тегін адам тақымын қыса бермейді. Басы байлап ойырса ғой. Мен де ана сайхат ұқсап, атыма көлеңдетіп, ағзабу жабар едім. Поста бастық Нұркен ұқсап, басыма ақ картуз, үстіме шақырайған ақ кетен, әппақ салбар киер. Сүт бетіндегі қаймақ ұқсап, шекелей қарап жүреді. Тек қызы сұлуйлерге ғана түсіреді. Қақ төрлерінде күрпілдеген құс мамықтың үстінде жатып, оқсанап жатар еді. Аузында ақ папирос, қолында көлдей газет. Амандық саулық сұраған адамға еріннің ұшымен қадам. Понимаешь? То есть, слушай. Алда жалда сөзіме түсінбеген бір ұйғыла кездессе, шорту деп шорту келеді. Алдыңғылары әкеден соғыста айырылып, шешеден жастай қалып ат берді жамағайынның қолындағы жетімге жан ашитындар. Кейінгілері кешегі жалпақ бет жалаң бұт неменің ат мініп ел қатарына қосылғанын көре алмайтындар. Көре алмаса көздеріне теріскен жасты. Оларға бола мына айлын жиятын жақында жауыр. Әне шауып көрмесем өмірімде бірінші мүлген соңғы рет тасар. Жақан! Жақан! Қазір күте тұр, барам! Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Теміргі
көк пе? Теңбіл көк. Мықты. Жа, оны қоя бер. Ана елеместі білесің ба не дейтінін? Бұл ауылдағы ең білімді адам, ол мына мен. Айтарым сол ма? Күт. Менің жазып берген хаттарыма айдақ-сайдақай шамбақ салып, бол жеткізіп мөр басатын ауыл совет бастығы Батыр Бектігіні әскерде командир болдым дейтін Шайқаттың өзі саяси сауаттылық жағынан менің қасымда жебесе алмайтын көрінеді. Мен онда кеттім. Пақыр тек шансы жақсы. Жақсы сон болсын. Соғып көрмесем бұны. Лауың сол бе? Не? Жақа! Ау! Қыдырып, кәз! Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мә, жол болсын. Айтсын. Көктем білменен деп кісі болып қапсың. Ал сенің өзі әке-шешең бар ма? Соқ. Жарым. Қалай? Қызмет тұратындар бар ма? Яна қаңдайды нәрсе. Сен түсінбей тұрғаны сол болсын. Ал сенің өзі жасың қаншада өзі? 18-ден 19-ға қарап тұрмын. Ну смотри. Оның артынан қарасам, маған қарап ыржалың деме. Кейінгі кезде Жамалды көрсем, бетім ду қызаратын болып кетіп. Сөйтсе ана әумесер Оразмағамбетті, Сипаншақ Нұркенді Жамалды менен қызғанады екен. Жақан! Сені директор шақырып жатыр. Деген. Келсе директордың алдында сабақ білмейтін баладай. Біреу отыр. Өзі бір аңғасып сөйлейді. Жақан, берге. Жақан. Сен бұл ауылда менен жақын ешкімің жоқ. Әкең марқұм теңіз асып келген кірме еді. Менің әкемен көже тамырлығы бартын. Текенің мазарында танысыпты. Сүйек шатыс болайық деп, сенің әкең мені өзіне өкіл бала еткен. Анаң байғұс, біз қырда жүргенде қайтыс болды. Жер аяқ қашық, тұсында келе алмадық. Қалай сені тентіретіп қояйын, өтен емессің, түсінетін шығарсың. Бірақ сен уайымдама. Қолыма алып, азаматтық шығарам. Аман болсам, келін алып беріп, бөлек күйеті. Елемесі айтпақшы, оқыған етке дауа бар ма? Әлгі анда-санда астындағы тұғырларын ауыстырылып, әкелетін жалматыма қойшылардың айтатыны: «Ей, баба! Елемесімен келіскен маған абыстап кел». Солай деп бергендеп жатады. Әйтеуір өңшең бірімен бірі айыр салыстырып, ой таластырып баққан бір қу дүние. Осы дүниеде әзірге ешкімге әкіреңдемейтін тек осы Жақанның өзі ғана шығар. Басқарманың тақымынан түскен атқа мініп, айдаладағы жалғыз үй, жылқышы ауылға Жақан қайтты. Бала! Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай жеттің? Жақсы. Мен сенен сұрайын дегем, сен осы нешінші көтердің? 5-ші. 5-ші деймісің? Сені оқуға жіберсе қалай көресің? Жасың болса, мектептен оқуға асып кетіпті. Ал өзіңде жігіттермен оқудан ұялатылай ештеңе де жоқ. Жігіт деген атты әскердің қойсындай талант тұға тиісті. Жас болмау керек. Өзімізден шофер шықпай, көсегіміз көгермейді. Берге. Айтпақшы, ауданда шоферлық үйрететін курс ашылыпты. Соған сені жіберсе қалай көресің? Барайын әттең ау. Ендеше жина.
Қазір киномеханиктің мақсат сен ауданға жүресің. Алақай мен ауылға бар, ауданға барып сабақ оқимын. Алақай! Самсаған 20 кереует. Ішіне сабан тыққан 20 жастық. Заманда өңі қандай болған белгісіз көп жуылып, көне тоз тартқан 20 одеяло. Жастықтан төмен одеялдың үстінде үшкірдеп бүктеп тастаған бөлшік 20 бұл орамал. Ал 21-сінде Жақанның өзі жатыр. Естемесов, дауыс көтермейді, тіл демейді. Тек келіп, оң қолын көтереді. Онысы сапқа тұр дегені? Сымға тартқандай болып сыздағасың. Онша шақылдамайды. Жиге қаққандай қап нығырлай сөйлейді. Бұйрық береді. Ол жүгіртеді, секіртеді, еңбектетеді, сосын қайттан жүгіртеді, секіртеді, еңбектетеді. Әйтеуір қашан жіліншімен желмен құлай жаздағанша танып бұзбайды ол. Солай. Содан кейін барып, дым болмағанда келіп тым-тырыс, жел ызынаған залдың ортасындағы машина қаңқасына ақтарып, сабағын бастайды. Өзімен қосқанда 22 қазақ тұрып, орысша сөйледі ғой. Мына көлкеден тірі орыс көрмеген маған өте қиын. Эй! Что вы там стоите? Урок начинается! Так, сегодня новая тема. Смотрим. Это карбюратор. Повтори. Карбюратор. Молодец. Твоя очередь. Повтори. Карбюратор. Молодец. Захан, теперь ты повтори. Что это такое? Карбюратор. Решай. Это карбюратор. Повтори. Карбюратор. Эй, черт с тобой. Мыналардың зікір салған бақсыдай селтілдеулерін түге. Бәсе, әне, естемес, сол қолын сілтетсе, теріс қайналып айналып кетті. Мына сұлтанды қараңыз. Екі егін әуе келіп тастап, әдемше шекеленіп тұр. Шекелеген қалай болады екен? Қазір көрсетейін. Сұлтан, бергеш. Сұлтан. Ай! Жақан ағай қайтамсың! Ай! Жақан ағай қайтамын! Өзімен бірге оқитын жігіттердің оны сол бір түнде жабыла қарап жүріп тау арасынан тауға келетін күннен кейін бұрынғы ыржың-ыржыңнан тыйылып шеттерінен соғыста өлген әкелерінің хабарын естігендей тұнжырай қалғандарына қайран. Бұрын жан баласына дауыс көтермейтін Естемесов соңғы кезде маған тым үйірсек болып кетті. Сабақтан кейін де өзін қасына алып алып бірдеңе үйретіп жатқан. Ойлаңызшы, мен алғаш рет орнымнан өздігімнен машинаға қосылған кезде қалай қуанғанын көрсеңізші. Темірге темірге ие болу үшін да мінез қажет. Ие жұмсақ кісіге ол да бағынбайды. Ол да тұтымы берік кісінің баптап сөзсегеніне көнеді. Бір жылдық шоферлық курста үйренген затымның көбісін ұмытып қалыппын. Бірақ әлгі қоштасар сәтте айтқан Естемесовтың сөзі есімнен әлі кетпес. Кабинаның қасына жақындап есігін аш мен пружиналары сойдайып шығып кеткен орындықтардың бетінде 5 батпан тозаң тұр. Бетімді көміп кетті. Қапталдарының терезелері әлде қашан күл талқан болыпты. Алмаңдайлық терезесі қара құрттың шатырындай болып дөңгелене сыртына болыпты. Ей бала,
қайдағы нәрсеге қайдан ұрынсың? Анда-санда қырықты құстағанның өзіне 2-3 күнге шейін белі шойылып, бүкшесін көтере алмай қалатын біздің елдің қазағына мына бір қой құттақандай шұқыршақ жұмыс қол бола қоймас. Сақар, сенімсің өзі? Әлі өтсің ба? Мына шортыңды қашан жөніп боласың өзі? Күллі ауылда маған жанасы үйді тек сайқатқаны. Ол да әркім біреудің мына оқытқанын сайтын қарасайшы деп көзін шұқима деп қорқады. Жақан! Ассалаумағалейкум көке. Уағалейкумассалам. Осылай саған керек. Қаяқтан тауып келдіңіз көке. Ауданда жоқсат. Енді оталады, құдай қаласа, енді оталады. 2 жылдан бері Мұлқан мотордың стартерін басып көріп едім. Мұлқан мотор. Көріп қалған сен. Шіркін десеңші, адамдарға қажетің бары қандай жақсы. Кейбір кезде азаматтың азаматтылығы да сол, басқаларға қаншалықты қажеттілігімен өлшенетін болса керек деп ойлаймын. Жақан өзіне айтылған өтініштерді ешқашан бас тартпайды. Бірақ барлығының айтқанды көте берсе, не жаны қалады? Кейбір кездері бас тартатынды да шығарып жүр. Сен ылғи шалғай қиырларға, алыс сапарларға аттанушы едің. Сондай бір айлап, жылдап жүретін ұзақ рейстен әлі оралмай қойған. Сен біздің ауылда ешкім ата кәсібете қоймаған жаңа өнерге бірінші боп бетбұрқандардың бірі едің. Құландар жатқан құба түзге талай соқпақты өзің салдың. Талайларды алыс жолдарға, сәт сапарларға өзің аттандырғансың. Мені әлі күнге дейін ұлағат шерулерден қалдырмай, ілестіріп, осы сапарыма арқамнан қағып, өзің аттандырғансың. Сол сапар ақым, дос қарызым өтелген жол. Енді өтелмекші де емес. Сенің аты Қобылан еді. О баста Қобыланды батырдай болсын деп қойылғанша. Сенің өн бойыңда сол батырға тән молдық пен ерлік бар еді. Солдан хан молдығыңмен кеңдіңнен елде бейбақ опат болдым. Ақ боранда бала кезден бауыр басқан рөлің ғана басыңды сүйді. Өзіңді енді қайтып көрмес құшақтаспас мәңгілік қайыпқа қимайтын өз көңіліме жұбаныш болсын деп жазылған Әбіш Кекілбаев және әріптес достарыңның сонау ақ желең шақтары туралы осынау шағын хикаяны аяулы аға, дос Қобылан, шофер Қобылан Зоранов саған бағыштады. Seni